Жаке, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Кешкісін аузы шарап қойдыңыз ба, боссыз ба дегенше. Кеше WhatsApp-қа Рысбаладан осындай аудио келіпті, сөйтіп апыл-ғұпыл қаланың 9 балдық кептелісіне қарамай Рома мен Рысбаланың Алматының хақ төрінен салған су жаңа баспанасына барып ауыз ашу нәсіп болды. Жалпы бұл кісілер 500 адамдық той ұйымдастырса да, 50 адамдық ауызашар жасаса да, оны қонақтарға аяқ астынан айтқанды жақсы көреді. Өйткені өздері қонақ күтуге әбден маманданған. Достарымызбен 20 ракат тарауымызды оқып алдық, жүрегімізге азық болатын уағыз насихаттар да айтылды, жыр термелер де шырқалды. Тіпті отырыстың керемет болғаны сондай арқасы қозып арнап айтқан ақындар да болды. Ол Елдос. Дастархан басында біреуге арнап айтқызып қойып қарап отыру кайф екен ғой негізінде. Оны кеше өзім сезіндім. Ұяты барлар сәл ертерек қайтып кеттік бұл отырыстан. Енді кейбіреулері сәресін ішіп кетуге дейін отырды деген ел ішінде сыбыстары бар, анық-қанығын тарихшылар айта жатар. Жалпы мен өзім бір отырыста ұзақ отыра алмаймын, себебі дастархан басында сенімен мақсаттас, мүдделес, сенің тұлғалық дамуыңа септігін тигізетін әңгімелер айтылмаса, ақыры мазам қашатыны бар. Бірақ кешегі отырыс шын мәнінде қазақы дәстүр дәріптелген, салт сақталған бір ерекше отырыс болды. Рахмет, Алла разы болсын. Күні тағы да айтып, үшінші күні мән бермей, төртінші күні байқамай, бесінші күні қайтадан соны қайталап өмір сүріп жүрген. Үй иелеріне Алла разы болсын дейміз. Рамазан айының мереке екенін сезіндіретін, рухани азық болатын осындай отырыстардың қатары сиремесін. Жақсы күндерде жолыққанша. Сүйіншінің қиямет күнде жәннатпен сүйіншіленгеннің қатары осы достармен толып тұруын нәсіп етсін. Саламатсыздар ма? Ниеттеріңіз қабыл болсын. Саламатсыздар ма? Шашу. Хоба. Ниет қабыл болсын. Рахмет көп. Жәнеде. Мәссаған, мен кіргізбеймін деп едім ғой сіздерді. Мәссаған, бұл не? Бұл пано. Ауызы шарға қасашамыз. Біздің үйіміздің төрінде де осындай әдемі пано бар. Сіздердің үйіміздің төрінде де осындай әдемі пано болсын деп алып келдім. Опсыз. Бізде бар демекші. Жоқ, бізде жоқ. Бүгін ауызы шарға арнап осындай естелік болсын деп. Күшті, әдемі. Алла болсын, болсын. Рахмет. Сол жер как раз пустой ше бізде. Замер алған сияқты ма? Пакет болса кіргізбеңдер. Құда дегізген. Құдан база болыпты. Гүлекең, гүлексеңден. Оразамыз сүйісе береміз, қайламай ма? Ашып кетпей ма олымыз? Жақсы ниетпен ғой. Иә? Жоқ, бәріміз жақсы ниетпен сүйісе. Светі жоқ па? Тишина сөйлеп жатыр, тишина. Не, кемшілік бар ма? Мына еще свет жоқ қойна сонда? Ой, бар, қосамайын тұқ қой. Мынада бет жинап қойса болмай ма? Өзімізге ұнайды, шашылға бұған. Много екен көріп үстінде. Ромаға, нам үстіне бет түтін шығып тұрып не қойды. Жатпай ятыр бұған. О, Рысбалада? Я есікті. Похож, что похудела? Ашады. Я похудела? Похудела или охудела? Мне вообще не знаю. Я Чай ішесіздер ма? Так, чай с молоком, чай ташкентский, чай черный, чай зеленый, чай облепиха, чай ягодный. Просто чай. чай спиртовый нет? Марокканский жоқ па? Марокканский есть. Есть. Сүт пен шай ішіп отыр. Папа марокканский. Чай с молоком. Сен енді тіл көзден сақтасын, бәріне үлгер, бәріне мән беріп сөйтіп жүретін отбасында тойды да жасап, қайырымдылыққа да үлгер. Біз сияқты жігіттер, дос жекжаттар шақырып, соларға да келіп кетесіңдер. Ниеттер қабыл болсын. Рысбалада өзінің Естіп адым келінді қызметінде істеп үлгереді. Арасында қыз да болады, арасында келіншек, бір қарасаң блогер,
бір қарасаң тіл көз сақтасын кәдімгі ақжаулықты ана, бір қарасаң бағанағы ені ателеге қызметке келін болып жүреді. Оның бәрін тоже егеріп, бәрін бір бойына сіңіріп жүруде оңай емес. Әлеуметпен араласқанымен әулетпен араласамай қалды. Өмір әулеттің ішінен шығамай, әлеуметпен жұмыс істей алмай қалды. Рас. Сол үшін екеуін бірге алып жүру, және оған қанып жүру, келіп және барып жүру, сол жерде болып жүру, топтың ішін жарып жүру, әніне де салып жүру. Ол да оңай емес, негізі олай да болу оңай емес. Çocuklarımız güzel olmasın. Süt yıl olsun sağlasın. Sağlığına kavlasın. Özgürlüğün bakta çok olasın. Бастарыңыз неге тәкаппарланып отырсыңдар? Жаман еді қонағы берейік деп өзім біліп, ауыз жабарға беретін шығар сәресіге бетті. Тыныш отыр алдыңдағы жеп тауысыңдар, бол тез. Бағанан бері айтып жатырмыз, театрға қосылған амалдарымыз қабыл етсін, қоныс құтты болсын құда қаласа. Жаңағыда қоныс той болып кетеді ма қалай деп отырмыз ғой, сөйтсек жоқ, ойбай қоныс той емес, ауызашар. Пакет ұсамай келгендер деп айтып отырды. Камерадан көріп тұрғандар. Жаңағы деп тойлар болсын, қуаныш болсын. Мына өсіп отырған ұл-қыздарымыз құда қаласа, салиқалы, қари-қари жоқтықтан болды olan нәрсе болсын. Қабыл болған амалдардан болсын. Қуанышты болып, оқсын ұстауқы оразамыз Алла тағала баршамызды қабыл етіп құда қаласа. Жасап жатқан құлшылықтарымыз, амалдарымыз қабыл болған амалдардан болып. Тек жасылдық басқа ұстауға насip етсін. Маразиліңіз босат болайын. Ближайший ауызашар 3 мартқа дейін болып тұр, боспыз. бәрі демейтін болса мен өзім қонағым шақырып болады. Болады, официант болып жүріп, ең соңында ипа арыспен жиырма келіп тұра Миган номеріне. Ол тұрады да онда дейді басқаларды шақырып коллективтерін шақырып деген сияқты. Енді конкретно жек жақ бір ортамыз ба негізі біз? Пофиг па еле? Или ойлайсыздар ма, любой біреуді шақырып ала береміз. Кей кезде ойлап жүрмін, арасында бармай қойып бірдеңе істейміз ғой енді оларға. Көзге қалай көрінеміз біз дейсің ғой. Еще ең бірінші осылар ауызашарға шақырғанға кәдімгі ойланып қойғансың ғой, точно ауызашар ма? Бір ай тегіз сообщение жазып әрек жинайсың ғой деген. Еще мынандай дайындықпен, спрашиваю, еще уверен, спокойно шақыра салған. Біз дайындаламыз, одан қайтап сен точно келесің ғой, ана бұны алмасы кетіп қаласың, көбіне сонда әрек жинап аласың мысалы. Ниет қой, нәрсе. Қош көрдік байлықтарында. Ал, Ромка. Айгабай, бүгінгі ниеттерің қабыл болсын. Ұстап жатқан оразамыз қабыл болсын, ниетіміз қабыл болсын. Осы Рамазан айында Өмір төлемейді, ол 24 сағаттан кейін шет акменен де келе болады. Қасиетті Рамазан айының бүгін Алланың жәрдемімен, бір жаратқанның қалауымен 5-ші күнінде тәмамдап жатырмыз бар. Омармен Аспала ниеттеріңізге Алла разы болсын. Қаншама адамның қарнын тойғызып, ауызашар бергізіп, осындағы ауыз бекіткен жандардың баршасының сауабы сіздердің шаңырақтарыңызға сіздерге міне қандай керемет бағышталып жатыр. Домабай, Алла жазса келесі Рамазанда да төрт көзін түгел үйдің нәсіп. الحمد لله الذي أكرمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت Роман бауырымыздың шаңырағы шаттыққа толы болып, не ниет етсе ниеттеріне армандарына жетуін Аллахым нәсіп ете гөр. Себебі періштелері көп болуын Аллах тағала береді. Баршасы осы өмірде екі дүниеде жақсылық көруін Аллах тағала нәсіп еткейсін. Роббана атина фи дүния хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар бирахматика. Аллаху акбар. Алхамдулиллахи rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaqal insana min salsalin kalfakhar. Ve halaqal cenna min maricin min nar. فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله آمين تلاوة قرآن صلوات إيمان يا رب العالمين صلوات إيمان يا رب العالمين وصفان قرآن ayetlerimizden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kurup şeriflerine Evliyan belerimizge, Kolcaran başlarımızdan demet etken Erbaktlarlıkna, o 8 mukalarının canlısı yesi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Kudus, Al-Malik, Ar-Razzaq, Rabbana atina fid dünya hasana, ve fil ahirete hasanatan, ve qina azabennar, bi rahmetika. Ayday senin yüzün yerim. Rıspala bilesizler koyun. Dastırgan berekeli dastırgan öldürücü sömen bolsa top sayılır. Tort sizlerin hürmetine. Vur yama bizlerdi. Bırak götürüşe. Bir aynalıdırıp çıkayım ba? Ramazanda mаған ең ұнаған торт және ерекше болған сыйлық. Не деген керемет, машалла, машалла. Балалар емес, өзіміз жегіміз деп қоямыз. Тоққа деген эмоция. Керемет, көрген жоқ. Ауызына дем бермесін, керемет. Не деген? Имани торт екен өзі. Көрдіңіздер ғой? Енді көрмейсіздер. Biz üçüncüsünü kutluyoruz bunun. Екіншісі бал Күтесің, конечно. Lan ceginen git daha üçüncüsü kutluyoruz bunu. Bunu görüyoruz. Suluğap kara gözlüm, suluğap kara gözlüm. Ромар Спала. Компаниясы заказ бердіріп. Aya kelip жетіп, баршыларымыздың суреттерімізге тағы да Алланың бір нұры ұялап, ниет етіп, ораза ұстаған жандар, баршыларыңыз оразаларыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл бол. Ниет етіп, ораза ұстаған жандар, баршыларыңыз оразаларыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл болып, өмірде Алланың қалауымен тек жақсылық көріңіздер, өсіріп отырған ұл-қыздарыңыз аман болсын. Рамазан айында бас қосқанымыз өте қуаныштымыз. Енді бір осы Рамазан айында қолымнан келгенше, үнімнен шыққанша бір өлең айтып берейін, термелетіп, қымбатты кейін айтармыз. Ойымда тұрған қазіргі ән Бақытжан Алдияров сөзі жазылған Розан Қожаның әні иман келтіру қалуымызда. Тамақалым күшті болды. Келелі сындар қаншалды, келтірдім иман менденді. Адами жолға салшалам, адасқан біздей пендеңді. Мұсылман болып туылған, мұсылман болып өтермін. Рахмани нұрға жылынған, рухымды міне көтердім. Көрсең де кесір зәбір көп, көңілімнің иман толшысы. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Құдіреті күшті Құдайым, құзыретіңе болайын. Ғапылдың зарын шертейін, кәпірдің жанын өртейін. Иландым Аллам дейтұғын, имандылардан ертейін. Жүрегім иман құйды Аллах, вә ла илляха иллаллах. Дінсіздің қамы үй болмақ, дінсіздің жаны қиналмақ. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Тыңдап ал сенде кәміл боп, ақирет күндің көршісі. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Вә ла илляха иллаллах. Allahu Ekber.
Мынау енді біз осы шаңырақта өсіп өніп жатырмыз бәріміз достар. Жасыратынымыз ama жоқ. Өте грамотныйсың. Бақдәулет, Ербол, құдай қаласа осы. Енді өз арасында келіп тұрған Алмас. Бірінші рет келіп отырсыңдар балдар, шаңырақ көңілдеріне шығады деп ойлаймын. Асекең мен Жәкең, Әбжаппар бастаған жігіттер міне бүгін алғаш рет келіп отырмыз шаңырақ шатқалап. Қасиетті Рамазан айында күшті бас қосу болып жатыр. Мынау инициатива шығып, ой шығып, күтейік деген осы Роман мен Рысқұл Алланың нұры жаусын ниеттеріне Алла көл қосып бере берсін, құдай қаласа. Бұл Рамазанда дастархан маңайында Рамазан туралы әңгіме айтылу керек. Жаңа Алмас әдемі айтып жатыр ғой әңгімесінде. Сонда мен де бірдеме қосып өтейін. Мұса алейхиссалам білесіздер ғой, Аллах тағаламен сөйлесе алғатын пайғамбар болған. Сол Мұса алейхиссалам мақтанып жатқан бірде. Аллах тағаламен мен сөйлесемін, мен тікелей шыға аламын деп жаңағы өзінің мәртебесін айтып жатса, Аллах тағала я Мұса депті. Сен менімен сөйлесетін кезінде арамызда 70 000 перде болатын. Біздің арамызда 70 000 перде болатын депті. Сенен де менімен тікелей шығатындар бар деп. Сонда Мұса алейхиссалам айтты. Олар кімдер деген кезінде? Олар Мұхаммедтің үмметі. Неге десең, оларға мен Рамазан деген айды бердім. Олар Рамазан айында аузын бекіттерде, аузын ашарда, ауыз ашар уақытында осы ифтарға жиналған сәтінде олар қол жайып сұраған кезінде арада 70 000 да перде болмайды. Тікелей менімен тікелей байланысады деген. Сондықтан да бүгін тікелей Алладан байланысып отырмыз осы шаңырақта. Тікелей Алладан дұға жасап, тікелей намазымызды оқып, тарауихты оқып, мінекей арамызда Аллаға шүкір ақырындап имани бет бұрып, керемет имамдыққа алмас шығып жатыр. Бір Алла разы болсын. Нұржан Тайлар қандай рухани байып келе жатыр. Имани байып келе жатыр. Оның арасында өзіміз де бармыз. Осы бір дастарханды берекелі болуына келіншегі Рысбаланың өте үлкен қызметі мол деп білеміз. Сондай бір әдемі дастарханда, әдемі шаңырақта, құдай қаласа, жиналған басымыз қашанда осындай қуаныш жақсылыққа жиылсын деп отыр. Жаңа Асекең жақсы тілегін айтып жатыр. Елдің азамысыз, елге қызмет жасап жүрген жерсіз, көпшілікке қызмет. Сіз бір тілек айтып, Рома қайнағаңыз әрі досыңызға, бауырыңызға, яғни опа деңіз. Қайнаға, родной досым, құдай қаласа. Айка, ниет қабыл бола берсін. Сендер мына енді біз баны ойладым да, достардың арасындағы, осы ортамыз ғой, құдайға шүкір, осы ортамыз, достарымыз арасындағы сендердің үйлерің, дәу үйлерің қара шаңырақ болсын. Келе берейік біз. Дастархан тек қана берекеге жайғаймыз. Не болдыр, Айка, қайналып қалды ма? Жоқ, мынау тамағыма кетіп қалай деп достар. Біз келе береміз. Есік ашық болсын өрді. Кеп тұрмыз, нағашын сыйлағанның бағашылар. Мен Алмас әлем бойса 20 ракет қарауыз намазында Елдосының арасында кешірім сұрап көтеріп айтып алдым да. Өте грамотныйсың. Шын айтынды сұрадым мен. Шын сұрадым. Кеп қалды. Шын. Новоселье болады, жаңа қоныс болады. Ол кезде құдай қаласа 7 түрлі тамақты ерекше қылып 7 түрлі береді деп. Шақ тамақ па не сонда бүгін? Бүгін шақ тамақ береді жігіттер. Сабыр қылыңыздар, құдай қаласа. Жоқ, біз кетеміз. Білемін, үйлеріңізде 5 түрлі тамақ жеп жүргендер. Сникерс шоу. Наксілер тұрамыз дейді да? Наксілер ғана. Қайтысын беріп жүрші қалады. Ала берсе, Не сонда? Ауылдағыдай қуат. Фотосессия ба бұл? Есір келгеннен Мына жерде қаншалық килограммдан құрма тұр да. Сол сияқты Алла тағала ниеттеріңді қабыл етіп сендерді тозақ отынан алыстатсын. Әрбір амалдарыңды жәннатқа бастайтын амалдарға лайық етсін Алла тағала. Осы шаңыраққа батаның орны бөлек қой, қашанда биік қой бата десек те қазақи дәстүрмен тілектің өзі ниет қой, шын ниетті көңілден су жетпейтін болатын болса, көңілімізді бір тасып отырайық, бір-бірімізді байытып отырайық, жүрегіміз жақсылықтан, достықтан жылып отырсын деген ниетпен. Жәкең жақсы сөзін айтып, артынан арнау күтеміз ағайын. Әне. Ал Рысбала. Алмай қойсам ба? Сондай бір керемет қасиетті айда мынау әрбір дос жаранның басын қосып керемет бір сауапты амалға себеп болып жатсыңдар. Алла тағала ниеттеріңді қабыл етсін. Енді жаңа Алекең жақсы айтты ғой, енді дастархан басында бір жақсы осы Рамазан айында айтып қалмаса қалған 365 күннің барлығын аузымызға келген бәрін айтып жатырмыз енді. Құдай өзі кешсін.
әлгі жарты құрма болса да тозақ отынан құтылыңдар деген хадисті барлықтарыңыз білесіздер. Енді мына дастарханға қарасақ, сол құрманың өлшемімен санаған болсақ, мына жерде қаншалық кило Керейдің бір әнін айтып берейін енді даусым жеткенше. Керейде Сұлубай деген атамыз өткен. Рәке, сіздің атаңыз кезінде талайлармен соғыс Побекте жүргендегі ән екен. Сұлубай деген. Рысбала сұлу бай деген ән айтып отыр байға. Атымды Сұлубай деп әкем қойған, руын жәнтекейден ортан ойған-ай, қайқая шапқан қарагер, қайырлар бекен қайран кетпейді балқорлығың әсте ойдана, бұлғар белбеу бұран бел, арықтан су ішпейді, болақ тұрып, қонаққа қой сояды, Аллах тұрғай, қайқая шапқан қарагер, қайырлар бекен қайран беркі қаңқара келмеден, бұл жердің көркаумен. Орта меркі, шет меркі қаңқара келмеден, бұл Білім алдым Истанбул, Жақсыны көрмекке айналайындар. Давай, көрейік, шулап қалсаңдаршы. Бұл Нағаш мен Ербол мен мен қайынсіңлімнің сыйлығы екен. Екеуіңіз бір магазинге барыпсыздар. Қараңыздар. Бірінші раунд дегенде қыздар сияқты жүремін. Біз нағар емес бүйт қара. Ортаға кірген сайын кез келген адам білегінде, жүрегінде жүрмейтін қамшы жаппай көкпармен бәйгенің чабан досы келсін деп чапаға ұрып қойыңыз. Құтты болсын. Керемет. Çok iyi. Сразу алып тастап жатырмын этикетсін. Сразу ашып қойып жатырмын. Маған $300 алып береміз на Василияға. Жаңа дүние болса біреуге беріп тастаймын мен. Так. Бір магазинге, бірақ екі түрлі. Дайынсыңдар ма көруге? Екінші раунд. Көтеріп жүр екінші раунд. Арнайы осы кіселбелік тағып ап қамшымен. Көп күй ғой. Керемет. Рамин. Біздің PlayStation'да кеші. PlayStation'ды көтеріп шығырайық, а? Ешқайсыңыз бұрын соңды көрмейді. Орталарыңызға бірінші рет алып шығып жатырмыз. Бұл менің сосын сыйламағанда жаңа қанша ән арнайлы айтып. Давай домбыра ал деп. жоқ, бәрінен бұрын біздің төріміз бос тұратын еді ғой, қаңғырып, соны айтсаңдаршы. Міне. Елдос Үмбетәлінің міне әдемі сыйлығы біздің жаңа Басы күміс ара, мына қолымыз күміске жағдай жетпей алып, нәжем күміс қылды басы. The ladies and gentlemen, Әдемі. келген бойда Рамин ашып тастады бұны. Жаңа ана жерге зарядка қойып қойды, алып келе жатырмын ғой. Дейді ғой, мен шекадым ғой дейді. Үйдің арманы болған бұл біздің үйдегі екі жігіттің. Әр келген кезде осы үйге көп келемін ғой, сол білемін де кімге не керек екенін. жоқ, Расыменде әрқайсысы 10 адамнан да биік екенінің белгісін көрсетіп, сіздердің шаңырақтарыңыздан басталып жатқанда бек қуаныштымыз. Және де сол бір қасиетті айдағы қосылық ғибадаттарымызды қатарымыздағы бауырлармен толып жатқанына да сөзсіз жүрегіміздің төрінде шаттықтың күйі кеңінен шалқып, сол бір сәттеріміздің Аллах тағала ұзағынан сүйіншісін берсе екен дегенде жаңа
төрде отырып дұға қылып ниет жасап жатырмыз. Сол ниеттерімізді, дұғаларымыздың барлығын Құдай қабыл етіп қойсын. Болсын. Аллах тағала осы достығымыз ұзағынан сүйіндіріп қойсын. Қашан келсек те бұл шаңырақтың есігі біз үшін айқара ашық екенін біз жақсы білеміз. Қашан келсек мына төрдің дастарханы толып тұратынына талай куәгер болғанбыз. Біз қашан келсек те қабағы жарқын болатын, сол себепте табағы алтын болатын Райканың сыңғырлаған күлкісінің өзі біздің көңіліміздің көкжиегін кеңге салып қоятынына талай куәгер болғанбыз. Алла осы бір сізбен біздің ортамыздағы Құдай беріп қойған ең үлкен құттың бірін Söz marşanın tereyim. Amcapların basında тұрған $100 екі көзіммен көрейін. Ал ендеше Рыспала мен оған айтшы не дейін? Сенің мына күйеуіңді бір айғырға теңейін. Айтып терейін. Романы қайтып сөгейін. Ол романы қайтып сөгейін. Өлсесің айман. Өлсем. Сенің ақыңды жемейін. Бетіңе де келмейін. Бетіңе де келмейін. Қызымды да берейін. Қызымды да... Onu oyna.